Мен қазір сіздерге демді қалай дұрыс алу керектігін көрсетейін. Қандай жаттығулармен тынысты тереңнен алып, өкпеге, миға оттегін жіберу жаттығуы өте қажет қазіргі кезде, әсіресе коронавирус кезінде, пневмония болып жатқан кезде өкпенің жұмысын жақсарту үшін, бойымызда қан айналымы дұрыс болу үшін, иммунитетіміз мықты болу үшін, қан қысымы бір қалыпқа түсу үшін тыныс алу жаттығуларын, дем жаттығуларын дұрыс жасау керек. Көп адам тыныс алған кезде иығын көтеріп, тек қысқа ғана дем алады. Негізі ол дұрыс емес. Біз дем алған кезде диафрагмамен дем алуымыз керек. Қазақша айтқанда көгет. Бірақ қазақша көбірек түсінікті болу үшін мен сіздерге айтайын, ішке жинайсыздар ауаны деп. Мұрынмен аламыз, ауызбен шығарамыз. Иықты көтермей демалу үшін мен сізге мына жаттығуды көрсетейін былайынан. Деп осылай 20 рет жасасаңыз, басыңызға қан жүгіреді. Басыңыз кішкене айналуы мүмкін, бірақ ол өте жақсы. Сізге миыңыз сергек болады, өкпеңізге толық кеңірек ауа барады. Қан айналымы жақсарып, оттегі бойыңызда жақсы жүреді. Қазір келесі жаттығуы тағы да иық көтерілмеу үшін былай жасасаңыздар болады. Дегенде ішімізге ауа жиналады, шығарып тастаймыз. Осылай терең дем алып, біз тыныс алуды дұрыс қалыптастыруымыз керек. Сол кезде біздің миымызға кислород барады, өкпемізге де жетпей жатқан кислород барып, өкпе қабынуынан аман қаласыздар. Сондықтан дем алу жаттығуларын дұрыс жасаңыздар. Тағы бір жаттығу бар. Ішке ауаны жинаймыз. Диафрагма соқ ете қалған кезде адамның бойында сауықтыру процесі жүреді. Сондықтан диафрагманы әрдайым қозғап тұру керек. Ол көгет. Көгетті сілкіп алған кезде сіздер кәдімгідей естеріңізді жинап, бойларыңызды жинақтай аласыздар. Миыңызда сергек болады. Сондықтан осы дем алу жаттығуларын, тыныс алу жаттығуларын дұрыс жасап жүріңіздер.